Қайырлы таң, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Маржан Белгебаева. Мен бүгін сіздерге өзімнің тапсырысқа жасаған бір ашық сабағыма обзор көрсетпекпін. Ең алдымен мен Canva'да жасалған слайд бойынша барлығын түсіндіріп өтемін, одан кейін қосымша материалдарды, тағы да файлдарды көрсетіп отыратын боламын. Ең алдымен бізде сәлемдесу кезінде бізде осындай фоновый сурет тұрады. Ең басында балалар тақырыпты ештеңені білмес үшін жай ғана сәлемдесу, қалың қалай, сабаққа дайынсың ба деген сияқты жалпы сұрақтар қойылатын болады. Келесіде бізде мынау менің хит болған affirmation for students-ті ұсынамын барлық мұғалімдерге, бірақ кейде тақырыпқа байланысты, тағы да басқа да бір жас ерекшеліктеріне байланысты өзгертіп жатамыз. Бірақ көбінесе 5-ші класстарға, бастауыштарға осы affirmation for students-ті көрсетуге ұсынамын. Яғни мына жерде айтылады, Canva'ның бір жақсысы видеолар бірден осылай ашып автоматты түрде жүріп отырады. Келесі бізде үй жұмысын қайталап аламыз. Балалар бірінші жаңа сабақты бастамас бұрын деп айтып аламыз. Және де бұл жерге мен Bamboozle деген платформаны қойдым. Өткен жылғы тақырып ауа райына байланысты болған соң, Canva'ның тағы бір ерекшелігі осылай басқан кезде платформа бірден ашылатын болады. Бөлек вкладка ашып кіріп жатудың қажеті жоқ. Сол кезде осылай ұяшықтар шығады. Оқушы кезекпен, мысалы, бір топта бізде 15-тен көп оқушы болмайды. Кажды оқушыға бір-бір сұрақ мұнда қарастырылған. Сонда әрбір оқушы бір ұпайға қол жеткізе алады. Choose the number деп айтамыз, или who wants to answer деп жауап береміз. Қол көтерген бала, мысалы, 6 деп таңдайды. What's the weather like? Алдында ғана ауа райының өткен болатын. It's foggy деп жауап береді. Дұрыс деп осылай осы ұпайын алады. Негізі бұл жерде жалпы 15 ұпай деп берілген, бірақ сіз бір ұпай деп бағалайсыз дескриптор бойынша. Келесіде бізде үй жұмысынан кейін brainstorming дейміз, яғни миға шабуыл жасап, тақырып не жайында болатынын біраз сұрақтар қойып айтсақ болады. Бұл жерде біз мен осындай сурет қойдық. What countries are these деп сұрасақ болады. What is the weather like in these photos деп сұрасақ болады. What are the people doing деп жалпы тақырып не жайында болатынын осылай сұрақтар арқылы миға шабуыл жасап сұрап алсақ болады. Кезекпен айтса болады. Мысалы, he is skiing. Maybe it is, олар менің оқушыларымнан сұрағанда it is Canada деп жауап берді балалар. Мына жақта Америка деп жауап бергендер болды. Мынаны Индия деп айтқандар болды. Сол үшін өте қызықты жауаптар шығады. Және де бұл жерге мен оформление көрнекілік ретінде осындай картинкаларды ұсындым. Осыларды тақтада ілініп тұрып, осы суреттер арқылы да көрсетсек болады. Және мұнаны да ұсындым шығаруға, себебі бұл жерде біз посткарт туралы посткартты оқитын боламыз. Сол себепті осындай суретті де ұсынған болатынмын. Келесі бізде тақырыпты болғаннан кейін айтамыз, балалар, so today we are going to learn the text. It is called in all weathers деген сияқты тақырыбымызды айтқаннан кейін мақсатымызбен таныстыратын боламыз. Бізде бірінші speaking мақсат, екінші бізде reading мақсат. Ол жерде қамажадан осылай learning objectives, осы екі learning objectives-тан біз осындай lesson objectives-ті шығарып алдық. Келесі енді бізде pre-reading stage ретінде ең бірінші сөздікпен танысып аламыз дейміз. Сөздікке осындай сөздерді алдық та, және де жиі арқылы осындай сөздік сөйлеп айтып тұратын жасанды интеллект дайындап алдық. Оны осылай сөйлететін боламыз. Hello friends, how are you? Let's learn new words. Repeat after me. Sunbathing. Sunbathing. Sandcastle. Sandcastle. Осылай оқушылар жиыдың артынан қайталап сөздікті pronunciation жасап үйренетін болады. Және де балаларға new words деп алдыларына осылай ойымда өш қаптығы алдыларына таратып берсе де болады жаңа сөздікті.
Келесі бізде таратып беріп, дәптерлеріңе жабыстырып алыңдар деп берсе де болады. Келесі бізде pre-reading stage-ға айтамыз. Тек қана әрбір 3 посткарттың бір-бір сөйлемін ғана оқып, қай оқушы, қай бала, қай мемлекет екенін тауып көріңіздер дегенге де бізде мына жерде уже екінші платформамен жұмыс кетті. Бұл бізде бағаланбайды, whole class, яғни барлық оқушыларға арналған сұрақтар болғандықтан осындай interactive деген платформаны қолдандық. Мысалы, Лена, where is Lena деп сұрауға болады. Lena is in Australia деп жауап береді. Келесі, where is Берік деп сұраймыз. Берік is in Kazakhstan. Where is Ruslan? Ruslan is in Thailand деп. Осылай балалар өздері тақтаға барып сәйкестендірсе болады. So, today we are gonna read about weather in different countries and we will read the postcard деп. Мұнда посткарттың суретін қойып қойған болатынмын. Келесі бізде бұл pre-reading тапсырма. Енді let's read the text. Open your books, page number деп осылай кітапқа қаратып айтсақ болады. Және де let's watch the video and follow the text деп айтсақ болады. Видеоны көріп отырып, мәтінді шолып қарап отырыңыздар деген сияқты. Мұнда өзінің Excel-дің ұсынған видеосын көрсетсек болады. In all weathers. At sea, many people are market tomorrow. It's supposed to be a great place to experience. All the stalls are boats. Осындай, келесі бізде уже while reading тапсырмалар кетеді. Ол кезде бізде жұптық жұмыс классификация деп ұсындым. Жұптық жұмысты stick the cards in the correct section, tell the class, яғни дұрыс жабыстырғаны үшін карточканы және де оны айтқаны үшін осылай екі балдан ұсынылды. Бұл жерде бізде қандай материал? Бұл жерде бізде көрнекілік ретінде берілген липучка арқылы жасалатын тапсырма. Мына жерде мынаны А3 қып шығарып берсе болады, немесе жұптық болса осылай А4 күйінде шығарсақ болады. Мұнда Лена, Берік, Руслан туралы мәліметтерді мұнда дұрыс бағанаға липучкамен жабыстыру керек болады. Мысалы, It's hot and sunny. Ол бізде Лена туралы мәтінде. It's freezing cold, but sun is shining. Ол бізде Берік туралы мәтінде. Және де It's often cloudy and rainy. Ол бізде Руслан туралы, Таиланд туралы мәтінде. Соны осылай жабыстырып шығып, каждый айтып шықса болады. Мысалы, жұптың бір мүшесі мына бірінші сөйлемді айтады, екінші мүшесі екінші сөйлемді айтады, келесі жұп мынаны айтады, одан кейінгі жұп мынаны айтады деген сияқты. Осылай каждый жұпқа бір неден ұсынсақ болады. Енді келесі бізде individual work worksheet ретінде беріледі. Бұл әдісті postcard деп атадық. Себебі бізде негізі мәтінде postcard туралы, жалпы postcard не екенін олар біліп танысты. Сол себепті now I'm gonna hand out some postcards. You can write this letter to your friends деген сияқты ұсынсаңыздар болады. Енді өзіңіздің фантазияңызға қарай ұсынсаңыз болады. Бұларды бір тақтаға жабыстырып қойып, ерекше солай ұсынсаңыз да болады. Немесе почтовый ящик сияқты қылдырып, соның ішіне салып ұсынсаңыз болады. Бұл жерде мәтін бойынша 5 сұрақ беріледі, және де каждый дұрыс жауапқа 1 балдан беріледі. Посткартты мен қалай ұсындым, оны осындай worksheet ретінде посткарттың формасында осылай ұсындым. Мысалы, әрбір балаға осылай кесіп үлестіріп береді. Посткарттыңдай travel'дың бір белгісі бар, осындай сурет, хаттың белгісі бар, осындай рамкасы бар, және де мұнда оқушы атын жасады. Каждый мына жерге мысалы Лена, Руслан, Берік деп дұрыс жауапты белгілейді, және де олар бір-бірін жұптармен тексеретін болады. Мына жақта time is up деп, яғни белгілі бір таймер қойсаңыз болады, уақыт біткеннен кейін exchange with your papers деп парақшалармен ауыстыруын қамтамасыз етесіз, қадағалайсыз. Барлығы ауыстырып болғаннан кейін let's check your works, let's check your worksheets деп дұрыс жауапты тақтадан ашасыз. Онда мысалы қасындағы бала мысалы тексереді, дұрыс болса тик қояды, яғни галочка қойып сөйтіп белгілеп шығады. 5-тен 5 алса мына жерге 5 ұпай деп жазады, 4 алса 4 ұпай деп жазады.
Одан кейін сұрайсыз how many points мысалы did your friend get, иә, сенің досың қанша ұпай алды. Мысалы Руслан has 5 points, Ақбота has 4 points деген сияқты жауаптарын белгілеп біліп алып, және де мысалы бағалау парағы болса, бір жерге болса, соны бірден өз ұпайларын жазып отырса болады. Келесі бізге топтық жұмысқа өз қалауларыңыз бойынша топқа бөлу әдісін пайдалануға да болады. Пайдаланбай отырған өздерінің орындары бойынша make groups деген сияқты отырған 4 бала, мысалы бізде ағылшындарда 3 қатарда 4 баладан 5 баладан тұрады ғой. Сол өздерінің отырған қатарлар бойынша топ құруға болады. Онда біз ұлттық құндылық дегеннен кейін осылай шаңырақ әдісін ұсындық. Топқа бөлініп алғаннан кейін оларға mind map әдісі бойынша топтық жұмыс ұсындық. Негізі мына жерде mind map деп әдістің атауы тұру керек. Ал жұмыс топтық болып орындалады. Бұл жерде complete the mind map, talk about each person to the class. Біз 2 топқа немесе 3 топқа бөлініп, өзі by the way мен сіздерге оқулықтағы материалды көрсетпеген екен ғой. Онда бағанағы айтып өткендей 3 түрлі посткарт, біреуі міне Австралиядағы, біреуі Қазақстандағы, біреуі Таиландтағы. Енді 3 топқа бөлсеңіз, 3 мемлекетті 3 топқа бөлуге болады. Мысалы, Australia is for you, Kazakhstan is for your group, and Thailand is for the third group деп 3 топқа бөліп бересіз. 3 топқа бөліп бергеннен кейін, қазір бізде не бар? Mind map'тың постері бар. Бұны міндетті түрде A3-ға шығару керек болады. 3 топқа 3 түрлі түстер жасалынған. Енді бұл жерде оқушылар не істейді? Бірінші неге, мысалы, оқушының баланың атын жазады және посткарт жазған авторды, мысалы, Ленамен бірге барған адамдар жазса болады. Бізде, мысалы, мәтінде меруерт, дәт, сесті деген сияқты басқа да кейіпкерлер жазса болады. Мына жақта қай жерде, мысалы, Қазақстан Шымбұлақ, Заиле, Алатау деген сияқты mountain деп жазса болады. Season қандай мезгіл екені, бұл жерде балалардың тапқырлықтарын байқаса болады. Себебі бұл жерде нақты мезгіл айтылмаған, жыл мезгілі. Біздің қайда кетті? Жыл мезгілі айтылмаған. Сол себептен Австралияда ыстық күн шығып тұр деп айтылған. Балалар автоматтан жаз деп ойлап қалуы мүмкін, бірақ бір мұқият қарайтын сондай оқушы болса, мына жерде десембі деген, яғни қыс Австралияда, яғни қыс суық қар болмайды ғой, сол себепті мында қыс мезгілі. Ал мысалы мында қар, Шымбұлақта қар деген, суық дегеннен қыс деп ойлап қалуы мүмкін. Негізде мында April деп тұр. Сол сияқты соны да біз осы жерде тексере аламыз. Келесі бізде weather, ауа райы қандай айтылған әрбір мәтінде, және activities. Олар сол демалыста қандай іс-әрекет жасады, қандай занятиялармен айналысты. Мысалы, she's surfing, she's sunbathing, he is eating ice cream, he is having a snack деген сияқты әрбір активитиларды осы жаққа жазатын болады. Одан кейін өздері осыны толтырып болғаннан кейін тақтаға шығып презентейшн жасап, өздерінің постерларын қорғайды. Сөйтіп, мысалы, топта 5 оқушы болса, 5 оқушы 5 түрлі секцияны айтады. Сол себепті әрбір бала 2 ұпайдан алады. Біріншісі мына толтырған үшін, екіншісі соны айтып бергені үшін. Себебі мына жерде мысалы бірақ сөз айтады ғой, Шымбұлақ Қазақстан деп айтады, бірақ ол сөйлем жасау керек, speaking жасау керек. Мысалы, Берік is in Kazakhstan in Шымбұлақ now, he is having his holiday in Шымбұлақ деген сияқты. Сөйтіп сөйлем қылып айту керек болады. Енді бізде тапсырмалар легі аяқталды. Енді фидбакқа біз бірінші мақсатымызға жеттік па, не үйрендік, бүгінгі сабақ ұнады ма деген сияқты 1-2 әрбір қатардан бір баладан осындай oral фидбак аламыз, ауызша фидбак. Келесінде бізде мындай Classroom screen арқылы каждый балаға уже өздеріне self-reflection жасатса болады. Қызыл, жасыл смайликтер арқылы түсіндім, түсінбедім деп мында Classroom screen тұрады. Осындай сол бойынша мысалы балалар түсіндім, түсінбедім деген сияқты әрбір смайликті жазатын болады. Осылай біздің сабағымыз аяқталады. Үй жұмысын беріп, балалармен қоштасатын боламыз. Сіздерге обзор ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар.
осындай обзор барысында туындаған сұрақтар, методика бойынша, сабақтың құрылымы бойынша, құралдар бойынша, көрнекіліктер бойынша, ресурстар бойынша сұрақтар туындаса, пікірге қалдыра кетіңіз. Обзор пайдалы болды деп ойлаймын. Егер дәл осындай ашық сабақ жасауды үйренгіңіз келсе, онда менің вау ашық сабақ деп аталатын интенсивіме сіздерді шақырамын. Ол жерде дәл осы обзорда көрсеткендей қымажу құруды, осындай өте ыңғайлы көздің жауын алатын Canva'да слайд жасауды, ең негізгі ыңғайлы тиімді осындай платформаларды қолдануды үйренесіз, және де осындай жасанды интеллекттің көмегімен осындай сөздік жасауды үйренетін боласыз. Тағы да басқа лайфхактар мен пайдалы ақпараттарды үйренетін боласыз. Төменде описание бөліміндегі сілтеме арқылы Telegram каналға тіркеліп алыңыз. Сол жерде интенсив туралы толық ақпарат салатын боламын.